Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Практикалық сабақ жалғастырамыз. Бүгін біз рапид ойнаймыз 10+0. Бұл жерде ең бастысы үйренуіміз керек, ізденуіміз керек, қорғана білуіміз керек және шабуыл жасай білуіміз керек. Ең бастысы ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ендеше кеттік. 10+0 форматын ойнайық. Так, қай жақтың азамат екен жазылмаған. Давайте кеттік E4 ойнаймыз. E5. Так, стандартный вариант ойнайық. Атты шығарамыз. Так, давайте слонды шығарайық. Не ойнайды екен? Защита двух коней немесе итальянка. Так, итальянка ойнайды. Давайте C3 вариант ойнайық. Так, конь F6 барлығы дұрыс. Давайте D4 ойнайық. Так, ең бастысы достар, үйренеміз. Дебюттарды қалай ойнау керек? Еске сақтап отырамыз. Шах береді. Бұл жерде негізді основной вариант слон D2. Я нағыз итальяндық партия. Бірақ біз острый ойнаймыз, на пешкіні береміз. Сол вариантқа барамыз. Так, алды, біз аламыз, мынаны алады, и D5 ойнаймыз. Так, бұл жерде D5 ойнау керек. Неге? Міндетті, егер сіз рокировка басқа ходтар жасайтын болсаңыз, ол өзі D5 қойып алатын болса, ондай мүмкіндікті қарсыласқа бермеу керек. Егер беріп қоятын болсаңыз, позициясы өте күшті болады. Так, енді бұл жерде есептейік. Так, давайте екі фигура под боем. Қорықпайды, еш нәрседен қорықпайды, атпен алып жатыр. Қарсыласта уже екі пешка артық. Бұл жерде не істейміз? Негізі итальяндық партияда бұндай ойнауға болмайды, өйткені көп фигура бос болып тұр. Менің ойымша оның көздегені шах бар қазір мына жерден, и ферзбен былай қорғаймын дейді. Мысалға, мен қазір ферзь D3 ойнасам. Мысалға. Мына атты жеймін деймін. Ол бір шах берді дейік, и мен слон E3-пен жаптым. Или корольмен қаша салдым F1-ге. Давайте көрейік. Шабуыл жасайым, шах береді, қаштым. Атын қалай қорғайды? Сұрақ. Ферзь F6 ойнаса, онда слон B2 бар. Бірақ ода конь B4 ход болуы мүмкін. Содан кейін мен размен аламын, ол алады. То есть ферзьмен алады, мен алам, сосын вилка болуы мүмкін. Так, есептейік тағы да. Тағы қандай вариант болуы мүмкін? Давайте қарапайым ферзь D2-ні қарастырып көрейік. Ферзь D2-ге жүрсем, аттың қашатын жері жоқ. Ол контра шабуылдар жасай алмайды. Мен просто жай ғана атын жей салам. Наяққа жүрсем қайда қашады? Мында қашу мүмкін, е? Онда мен атын жеймін. Так, тағы бір қарастырайық. Ферзь F6 деп қоямын. Так, ферзь D3, айтпақшы, ферзь F6 ойнай алмайды ғой. Мен наны жей салам. Шах бергеннен кейін қаша, мен наны жей салам. Я, онда ойлау керек. Так, бір қарастырайық. Шах береді, мен қаштым. Атыңды жеймін деймін. Ат кетсе, ана екінші атын жеймін. Бұлай ойнаса не істейміз? Онда маған бір ешқандай слон D2 ойнайым. Бір жағынан мынау керек сияқты, ферзь D2-ден ода мына ход бар, бір жағынан қорғайды, бір жағынан маған да шабуыл жасайды. Сондықтан, я достар, ферзь D3 ойнаймыз бұл жерде. Неге? Себебі қазір көресіздер, ол шах береді, мен корольмен қаша салам. Қорықпаймын. Ең бастысы бұл жерде фигурасын ұтып алуымыз керек. Я шах берді, мен қаштым. Біз ойлағандай болып жатыр, қазір ферзь B4-ке. Так, ол енді осылай ойнауға бел буды. Так, не істейміз, немен аламыз? Давайте ферзьбен аламыз ба? Или слонмен аламыз ба? Слонмен алсаң, мынандай бір жүрістен жарайды. Ферзьбен ала салайық. Мына ход ұнап тұрған жоқ маған, слонмен алсам. Бұл жерде мақсат не негізі? Фигура ұтып алдық. Енді бізде 3 пешкіге қарсы фигура, ойынның басы, сол себептен фигура 3 пешкіден күшті болады. Неге? Себебі әлі позиция острый, өте қауіпті. Жеңіл фигуралар мен ауыр фигуралар бар, позиция ашық. Меніңше бұл жерде мен жақта үлкен перевес бар. Неге? Үлкен мүмкіндік бар жеңіске деген. Себебі менің фигураларым активный. Так, келесі менің жүрісім қандай болады? Енді бізге на мәселені шешіп алу керек. Қазір ол D6 ойнаса, мындай слон E6 ходы бар, қауіпті, оның алдын алуымыз керек. Біріншіден, екіншіден. Корольді ыңғайлы жерге қоюымыз керек. Мынандай сияқты, бірақ мына слон өте қауіпті, оны да байлау керек, оны ескеру керек. Тағы бізден не бар ескеретін? Мына ходымыз бар, бірақ ол бізге әзірге мүмкіндік бермейді. Давайте мына ходты қарастырып көрейік. Бірінші наяққа жүрсе, слонды шығарса, ол мында жүрсе, ферзьбен қауіп төндіру мүмкін ба бізге? Ферзь F6 ходы бар, тоже қарастыру керек. Так, пока ол мына ходпен, мына ход маған қауіпті болып тұр. Бұл кезде мен не істеймін солай жүрсе? Ферзь бізде всегда E6-ға ход бар екен, я? Конь B4 бізге қауіпті емес. Так, я G3 ойнаймыз. Амал жоқ, бізге керек емес мынандай ходтар лишний пока. Бізге ең бастысы корольді ең жақсы жерге қойып алайық, достар. Так, атпен ойнауда, тамаша ойнауда.
Так, ферзь e5 жүрсем. Так, тағы бір қарастырайық. Ферзь e5 жүрсем, ол g7, мен жеймін d6, d5 ойнау мүмкін. Сосын шах беру мүмкін. Басқа қандай мүмкіндік бар? Ферзь g5 жүрсем. Так, давайте, достар, ферзь g5 ойнайық. Неге бұны ойнадым, түсіндірем сіздерге. Мына жерге ойнағым келген жоқ, себебі ол алады, әрі қарай d5 ойнау мүмкін. Сосын слон кеткеннен кейін яқтан бір ыңғайсыз шах болуы мүмкін. Сондықтан мен королім бұл жерде үлгеру керек. Ең басты ход, мына жерде осыны дәл қазір былай ойнаса, тағы да сол d5-ті қарастыруға болады. Онда менде слон a3 ходы бар, контрашабуыл. Оны жасамасақ болмайды, себебі мына шах маған ұнап тұрған жоқ. Оның бәрін ескеру керек. Так, давайте көрейік. Басқа қандай идея бар? Маған ұнап тұрған идея, бұл жерде егер ферзь қашатын болса, мына жерге қашты. Біз ойлағанда енді мына слон b2 ходты қарастырып көрейік. Неге бұл ход маған ұнап тұр? Ең бастысы бұда f6 ход жоқ, достар. F6 ойнай алмайды, өйткені связка бар. Так, осы жүрістен қалай қорғанады? Маған қызық болып тұр. Ол ферзь g6-ға ойнауға міндетті. Аразмен бізге тиімді айырбас. Басқа қандай идея болуы мүмкін? Слон f4 идеясын тексеріп көруге болады. Бірақ король g2 идеясын тексеріп көруге болады. Менімше, может быть, корольді ойнап аламыз. Пока бізге ешқандай қауіп жоқ. Или бірақ размен жасап аламыз ба? Қайсысы дұрыс? Қайсысы бұрыс? Так, бұл давай, бірінші көрейік. Мына жерге қойсам, ол амал жоқ. Осылай ойнайды. Басқа ода вариант жоқ. Содан кейін барып, мен мына жерге слонды қойсам. Ол объяснит. Мен айырбастаймын, сосын королімді шығарам. Менімше жаман позиция емес. Или сразу ойнасам. Ол h6 ойнау мүмкін. Так, сондықтан давайте слон b2 ойнайық. Неге бұны ойнаймыз? Себебі маған ұнап тұрған жоқ. Мына ходтан кейін ферзді бір қоятын ыңғайсыз жер жоқ. Сондықтан айырбас біз үшін жаман емес деп ойлаймын. Ну, как раз эндшпиль ойнаймыз. Бұл жерде эндшпильді де ойнап үйренеміз. Ең бастысы лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сосын қандай моментте, қандай идеялар бар, жазып кетіңіздер. Егер жақсы ұсыныстарыңыз, жақсы идеяларыңыз болып жатса, мен жіберіп алған немесе оларға күшті кодтар болып жатса, жазып кетіңіздер. Партияны может анализ жасап қарастыратын боламыз. Так, идеяны түсініп жатсыздар деп ойлаймын. Өйткені біздің король нашарлау болып тұр, бірақ шабуылдарды қараңыздар, қандай керемет. Оларда ферзь g6 ғана ойнау керек. Бұл жерде мен басқа идея көріп тұрған жоқпын. И король ферзь g6-ға менімше бұл жерде не істеуге болады? Алып жіберуге болады. Ой, микрофон құлап қалды. Алып жіберуге болады. Олар fg ала алмайды. Ең бастысы линияны аша алмайды, мына жақпен алады, өйткені байлап тұр. Алып жібергеннен кейін жай ғана a3 ойнауға болады, немесе слон a3 ойнауға болады. Ну, қарастырамыз. Позицияға байланысты. Так, ферзь g6 единственный ход алдық. Так, d5 ход бар казбаларда өте мықты жүріс. Сол мықты жүріске бізде қандай контрашабуыл бар? Так, давайте корольмен ойнасақ, d5-ті әдейілеп берсек, бізде мынандай удар бар, бірақ концы 2 бар. Мен нан алам, ол нан алады. Ну, вроде бәріне үлгеретін сияқтымыз. Так, давайте. Король g2, d5, слон a3. Ол амал жоқ, наны алу керек, себебі алмаса, атын қорғаса, мен оны жеп наны бәрібір алып алам. Так, король g2, d5, слон a3. Олар нан алады, мен нан алам. Вроде позиция өте керемет. Так, солай жаса, король g2, d5 ойнайды. Енді оған темп керек, мен слон a3 ойнайым. Мен соны күтіп отырмын, ол қандай ход жасаса да, d6 ойнаса да слон a3 ойнайым. Маған неғұрлым айырбас жасаған сайын соғұрлым тиімді болады. Ең бастысы бұл жерде ладьяларды байланыста ұстап отыру керек. Эндшпиль жақындап келе жатыр. Ең бастысы открытый, ашық линия, шахматта естеріңізде болсын. Ашық линияны кім бірінші алады, мүмкіндік өте зор болады. Так, интересно ойнауда қарсыласымыз не ойластырғаны бар? b5 дейді. Хочет на слонды мына жерге алып келуге. Еще мына жерге бір идея бар. Так, давайте бір қарастырып көрейік. Слон a3-ке не істейді? Так, пешкіні алайын десем, ладья b8 бар. Еще слоны ұзын күшейіп кетеді. Так, ол бізге болмайды жіберуге. Бірақ, мынаны ойнасам, ол нан алады, мен нан алам, сосын мынандай өте қауіпті связка бар, достар. Оны да есептеу керек, маған ұнап тұрған жоқ. Тамаша ход тауып кетті қарсыласымыз, тамаша ойнауда. Так, алсам, ладьяны жүрсе,
слонды ладья слонды екіге алып келсем маған ешқандай қауіп жоқ қой. Ойнады ба жоқ, көнді 3 жоқ. Алайық енді, амал жоқ, пешкісі беріп тұр. Так. Так, оның ойы басқа сияқты вообще. Так, давайте енді слон ашты қарастыратын болсақ. Или ашты ойнайтын болсақ. Қайда барады? Давайте аш ойнап көрейік. Мына ходқа менде всегда мынандай ход бар. Пешкені ала алмайды, разменге барамыз. Бірақ бәрібір нан алып, нан қоятын болса, өте ыңғайсыз. Ол кезде маған G4, король G3 ойнау керек, срочно, тез арада. Өйткені оны ойнамасам, мен жағдайым өте қиын болуы мүмкін, достар. Так, түсініп жатсыздар, неге мен андай ходтарды жасап жатырмын? Түсініп жатсыздар деп ойлаймын, потому что мен айырбас маған тиімді, мен де қашқым келіп жатқан жоқ барынша, мен аттың наққа көрдім жүретін, мен сондықтан слондарымды айырбасты іздеудің үстіндемін. Көп айырбастаған сайын позиция жеңілденеді. Ладья b8-ге менде слон e5 бар. Так, жаймен келе жатыр, айырбастар жақындап келе жатыр. Айырбас керек па? Қазір керек емес па данный момент? Так, бірінші ладьяны шығарбасам, ол нан ойнаса. Мен слонмен кете салам. Так, давайте айырбасқа асықпайық. Әзірге ладьяны кіргізуге әрекет жасайық. Я d5, слон d3, ладья b8-ге, ладья b1 ойнаймыз. Барынша тез айырбастауға тырысамыз. Бізде бір пешке артық. Көріп отырсыздар, еще фигура екі пешкеге қарсы болып тұр. Менімше эндшпиль бізге жеңіл өту керек. Тамаша ойын болып жатыр. Ойларыңыз болса жазыңыздар. Осындай практикалық сабақтар ұнаса жазыңыздар. Алдағы уақытта көп жасайтын боламыз. Так, c5 дейді маған айтып. Осы проходнойларыңды қозғалта беремін дейді, қауіпті төндіремін дейді. Так, бізге енді c4-тен қорықпаймыз, d4-тен де қорықпаймыз. Бізге қандай идея бар бұл жерде? Так, егер қазір шабуыл жасасам, ол c4 ойнайды, сосын слонымызды жақсы жерге бізде нүкте бізге жақсы болады. Бізге енді басқа амал жоқ, слон c2 қой алам. Так, ладьяны кіргізетін болсам, осы жақсы жерге қарай. Я ладьяны кіргізейік. Неге ладьяны мен кіргізіп жатырмын? Қазір түсіндіремін сіздерге. Негізі ладьялардың өзінің ойнайтын керемет жерлері бар. Ашық линияларды жақсы ойнайды, көп жағдайда осы обжорный ряд дейді, осы 7-ші. Горизонтальда жақсы ойнайды ладьялар. Соны есепке алу керек. Сол себептен мен яққа жүрдім. Себебі менің бұл жүрістен жейбем, мына ладьяны ойнатқым келіп тұрған жоқ. Ладья ойнайтын болса, әрқашан пешкені қорғап тұру керек. Бір жағынан мен ладьям жақсы жерге орналасты. Так, ары қарай көрейік, не істеуге болады? Так, қарапайым ғана слон f1 ойнаймыз ба, или слон қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс. Давайте слон c2 ойнайық, ма аттың келгенін қаламай тұрмын. Так, ол бәрібір сол вариантқа барып жатыр. Қарсыласымыз өте жақсы ойнауда. Так, мына жерге ойнайтын болсам, давайте осыдан бастап көрейік. Бірінші слонға шабуыл жасайық. Атты блокадный дейді, жақсы орынға қойып алдық. Енді наны жеуге мен дайынмын бір пеш күтіп алуға. Ол размен жасаса, мен дайынмын. Одан кейін екінші ладьямды алып келем. Екіншіден слонды маған жақсы жерлерге орналастырып алу керек. Меніңше мына линия Б-ны алуға да тырысу керек. Так, өте әдемі ойын болып жатыр. Қарсыласымыз берілгісі келмей жатыр. Барынша жақсы ойнап жатыр. Так, енді бұл жерде қашпаймыз деп ойлаймын, аламыз. Тағы қандай мүмкіндік бар? Так, байлап қоятын болсақ, мынаны алатын болсам, менде мына пешке кетеді. Оны да қарастыруға болады. Так, размен бізге керек па? Тағы қандай мүмкіндіктер бар бізде? Давайте ладья e1 ойнай берейік. Маған ұнап тұр, себебі мынаны алғаннан кейін менде мына пешкені алам. Ол үш пешкісін слон керемет ұстап тұр әзірге. Уақыт аз қалды, достар. Сәл жылдамырақ ойнауға тырысамыз. Ең бастысы осындай позицияларда асықпаңыздар. Көбісі қорқады. Перевес алып алуға тырысыңыздар. Так, король мына жаққа келе жатыр, сондықтан давайте слонды бір жүріп қояйық. Мен наны алып, негізі пеш күтіп алуға болады еді, маған асығыс емес, мына корольдің келгеніне байланысты көргім келіп тұр. Не қажет жүрсе, бір аттарды, может, перевод жасаймыз ба, может, пешкілерді қозғалтамыз ба, может, ладьяны жаққа перевод жасайым ба, қазір оны көре жатармыз. Ең бастысы пока позициямыз әдемі болып тұр. Мен барғым келмеді жаңағы вариантқа. Ана пешкісі қатты маңызды емес әзірге. Бізге фигуралардың орналасу жағдайын жақсартып алу керек.
Так, мына жақтан маған еш нәрсе керек емес сияқты. Енді менде жаңа бір идея пайда болды. Ладьяны мына жаққа қарай ауыстыру керек болып тұр. Неге? Енді көрейік, алсақ. Ладьямен размен нан алып алсам. Ол аттармен бір көп жүрістер жоқ, пешкілерін қозғалта алмайды. Асығыс жоқ, F4 ойнап аламыз ба бірінші бірлет. Так, давайте ладьяны перевод жасағаннан пайда бар ма? Ну, давайте барайық, көрейік, қызық болсын, маған ұнап тұр. Бұндайларды да ойнап көру керек. Алайық, не болады екен, не ойлағаны бар екен. Так, ладья мен нан алдым. Так, эндшпилге бардық, менде 2 пешка артық. Бірақ на пешкілер сәл қаупі бар. Мен сол себептен бағанадан бері барғым келмеген, басқа да бір жақсы мүмкіндіктерді іздеп көргенмін. Бірақ енді мүмкіндік қарсыласып бермеді, сол себептен бізге басқа идея іздеу керек. Так, F4 міндетті түрде ойнау керек. Неге? Себебі мына пешкіні жүргізуге болмайды. Егер мынау жүретін болса бізге қауіп төнеді, сондықтан бірінші фиксация жасаймыз. Так, корольмен былай келетін болса, менде әрқашан шах бар, корольді орнына қойып қоямыз. Одан кейін ендігі мақсат менде эндшпилде, естеріңізде сақтап алыңыздар, корольді әрқашан тез активация жасауға тырысыңыздар. Так, давайте король F3. Мынадан қорықпаймыз. Слонды мына жерге ма, бір жерге қоя саламыз. Оның да король ұзаққа бара алмайды. Мына пешкісін қорғау керек, потому что менде де проходной бар. Қазір де жаймен де қозғалта берсем де болады. Бұл идея негізі көріп отырсыздар, өте қауіпті. Так, давайте H4 ойнайық. Осы идеяны жүзеге асырғым келіп тұр. Ешқандай негізі корольді алып келсем де жақсы жеңіске жетуге болады, бірақ мына идея маған жақсырақ ұнап тұр. Так, мына жерге келемін дейді. Так, қандай мына жерге келсе, мен связка жасаймын, сосын королімді жақындатып аламын. Так, ол бізге керек па? Ну, жарайды, пешкіні алдыға жүрейік, келсін, слонды алып кете саламыз. Керек емес, меніңше мынандай ходтар жасап, бір мүмкіндіктер берудің слондарым керемет, просто алып кете саламын. Ең бастысы осы пешкілерімді қозғалты, оған бір қауіпті төндіру. Так, меніңше қателескен сияқты, мына пешкіні беріп тұр маған. Мен айтқан болатын, бағана король ұзаққа кете алмайды. Осылай жүрді. Так, ең бастысы кеттік, пешкіміз кете береді. Олардың пешкісін жақсы менің слондарым қадағалап тұр. 1 минут қалды, бірақ позиция выигранный. Так, тағы екінші пешкіні қозғалтайық, давайте, ол аз болса. Қазір бәрібір мен пешкіні ферзге шығарамын. Мен оған айтып жатырмын, кете берем. Мен атың маңызды емес маған бұл жерде. Ең маңыздысы, енді алуға болады, енді мұндай қателікті кешіруге болмайды. Ферзге шығарамыз. Так, реализация тақырыбы шах. Так, мына пешкіні алып алайық. Шах. Мына жерден де шах беруге болады, шах арқылы мына жерден қарапайым мат болды. Қарсыласқа ешқандай мүмкіндік берген жоқпыз деп ойлаймын. Барлығы жоспармен болды. Ең бастысы сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментке жазыңыздар. Қай жерде қандай моменттер болды, идеяларыңыз болса қабылдаймын, қараймын. Сау болайық, аман болайық. Осындай практикалық сабақтар көп болсын.